Сәлеметсіңдер ме, балалар? Сәлеметсіңдер ме? Балалар, бүгін біз сіздермен бірге өте қызықты зерттеу жұмыстарын жүргізетін боламыз. Зерттеу жұмысымыз біздің балалар, мына шарды қалай үреміз деп аталады, балалар. Балалар, мына шарды қалай үруге болады, білеміз ба? Иә. Қанеке, Мұқағали, сен қалай үрер едің мына шарды? Қалай үресің? Аузыңмен үресің ба? Өте жақсы. Ал Райат, сен қалай үресің? Ішіне су құясың ба? Өте жақсы. Ал Нұрила, сен қалай үрер едің? Шаш кептіргішпен үресің. Ал Сүлеймен, сен қалай үресің? Насоспен үремін. Өте жақсы. Балалар, сендер бұл шарды біреуіңіз аузыңызбен, біреуіңіз су толтырып ішіне, ал Нұрила мен Сүлеймен болса тіпті шаш кептіргішпен, насоспен үремін дейді. Ал балалар, мен бүгін сендерге бұл шарды ешқандай нәрсенің көмегісіз үріп көрсетемін қазір, балалар. Дайынбыз ба, балалар, көруге? Тәжірибе жасауға дайынбыз ба? Ол үшін бізге, балалар, мынандай ас содасы керек болады, балалар. Сосын мынандай сірке суы керек болады, балалар. Осы сірке су мен ас содасының көмегімен мына шарды ешқандай да үрмей, осы екі нәрсе арқылы үретін боламыз, балалар. Дайынбыз ба, балалар, тәжірибені көруге? Олай болса, балалар, бұл тәжірибені сендер үй жағдайында мамаларының, апаларының, я болмаса аға апаларының көмегімен істеңіздер де, өздеріңіз ұстауға болмайды. Мынау сірке суды балаларға мүлдем ұстауға болмайды, балалар. Бұл қолдарымызды күйдіріп жіберуі мүмкін де. Сол себептен, балалар, мына тәжірибені жасамас бұрын алдымен мен қолыма қолбақ киіп аламын. Сендердің қолдарында қолбақтарың бар ма? Иә, өте жақсы. Мен киіп алайын. Балалар, мына сірке судың иісі өткір болғандықтан мен мынандай бетперде киіп аламын. Сендер де киіп алыңдаршы, балалар. Бетперделеріңді киіп алыңдар. Бере ғой. Өте жақсы. Киеміз. Дайынбыз ба, балалар? Қане, олай болса, балалар, маған мынандай шыны ыдыс керек болады, балалар. Осы шыны ыдысқа мен сірке суын құямын азғантай. Мінекей, сірке суы дайын, құйдым. Енді мына шарға мен мына ас содасын салатын боламын шардың ішіне. Ас содасы ыңғайлы салыну үшін, балалар, мен осындай стақанға ас содасын салып алғанмын. Осы ас соданы қасықпен мен мына шардың ішіне құямын. Балалар, көрініп тұр ма барлықтарыңызға? Мінекей, балалар, ас содасын құйдым. Енді мына шыны ыдыстың ішінде тұрған сірке суға аузына шарды кигіземін. Мінекей, балалар, мында ас содасы, ал мында сірке суы, балалар. Енді осы ас содасын сірке суына құямын, балалар. Құямын. Қарайықшы, балалар. Менің шарым үрлеп жатыр ма? Қандай керемет. Иә, балалар? Балалар, мына ас содасы сірке суына түскен кезде, балалар, мында көмір қышқыл газы бөлінеді екен. Сол газдың арқасында мына шар үлкен болып үрлеп жатыр. Көрдік па, балалар? Осылай өзіміз істеп көреміз бе? Қане, олай болса, мен сендерге дайындап берейін, балалар. Мінекей, осындай сендерге ыдыстар дайындап қойдым мен. Ол ыдыстардың ішіне сірке суын құямыз, балалар. Сірке суын құямыз. Оның ішіне шарға не саламыз дедім? Мынандай ас содасын, иә, ас содасын саламын. Мінекей, ас содасы дайын. Екінші шарыма да ас содасын салып алайын. Ас содасын салайын. Енді, балалар, ыдыстың аузына шарды кигізіп сендерге дайындап берейін, е? Балалар, мінекей. Енді мына шардағы ас соданы сірке суына құямыз. Қанеке, бәріміз бірге.
Қоямыз. Аха, көтереміз. Көтереміз. Аха, шарымыз болды, жібереміз. Шарымыз өрлеп жатыр ма, балалар? Өте жақсы. Жарайсыңдар, балалар. Қане, бетпердемізді шешейік. Шарды өрдік па, балалар? Сендерге ұнады ма тәжірибеміз? Қане, келесіде бұдан да қызықты тәжірибелерді жасаймыз ба? Өте жақсы, жарайсыңдар. Балалар, тәжірибе ұнады ма сендерге? Олай болса, балалар, келесі сабағымызда бұдан да күшті тәжірибелерді бірге жасайтын боламыз. Сендерге көп рахмет. Сау болыңыздар.